Сәлеметсіздер ме ханымдар? Бүгін сіздермен мен орамал тоқығым келіп отыр. Бұл орамалға мен өзімнің мынандай мотогымен тоқимын. Бұл менде моток 50% меринос, 50% акрил. 100 граммда 800 метр. Осындай жұқа, өте нәзік, прям жақсы жылы жіп. Цвет рубин деп аталады. Маркасын бәрін жазып кетемін. Комментарийда болады. Жіпті сабақтауды біз алдыңғы сабақта өткенбіз. Бізге қазір орамал тоқимыз. Косынка тәрізді. Сол себепті мұқият болыңыздар. Ең алдымен біз 3 петляны алып аламыз. 3 петлядан кейін біз мындай петля уловитель деп аталады. Осындаймен біз петлямызды салып аламыз. Петлямызды алып аламыз. Мен көрсетем қалай алу керек екенін. Мына жерде бірінші жібімізге мындай кішкентай узелок жасап аламыз. Кигіздік. Петля уловителімізді алып, осы петляға жаңағы ал жасаған узелокқа саламыз да петлямыз шығарамыз. Кіргіземіз. Үш петлямыз алынды. Енді ары қарай тоқимыз. Счетчикті обнуляем. Обязательно каждый раз счетчик туралы ұмытпаңыздар. Шумымызды кареткаға саламыз. Бұл жерде енді қанша рет тоқу деген сияқты. Главное жазып алу керек. 3 бұрыш қып тоқимыз ғой. 3 бұрыштың мысалы мен сізге қазір көрсетейін примерно қалай болатынын. Біз бұлай мындай 3 бұрышты косынка тоқимыз. Біз мына жерден бастаймыз қазір. И со временем тоқып келе біздің неміз өседі. И именно осы жерде біз қанша қатар тоқығанымызды жазып қоймыз керек. Себебі симметрично болу керек бізге. Біреусі ұзын, біреусі қысқа болудың қажеті жоқ. Сонда мында қанша қатар тоқыдық, мысалы 100 қатар тоқысақ, енді онда мына беті де тоже 100 қатар болу қажет. Тек қана осы нюанс бұл жерде. Ары қарай жалғастырайық. Енді қараңыздар. Менің 3 игламда петляларым кіріп тұр. Плотность номер 2. Бірінші ряд тоқыдым. Сразу осы жерде мен грузик іліп қоямын. Грузикін іліп қойдым. Екінші рядта біз жаңағы мындай 2 игольный деккер, двухигольный деккерді аламыз. Екеуін шешіп аламыз да келесі рядқа, келесі көршіге ауысамыз. Содан кейін мына арасында, мына жерде мына петляның арасынан петляны алып, бос қалған иглаға инеге ілеміз. Бұл бізде 4-ші ряд. Прибавка каждый 2-ші рядта жасап тұрамыз. Бізде тоқыдық, мына 2-ші прибавка жасаймыз. Соңғы 2 деккерден
петляларымызды шығарамыз да келесіге ауыстырамыз. Мына ортада қалған бос орынға мына жерде, мына көрдіңіз ба? Осы жерді іліп алып, мынаған ілеміз. Тоқимыз. Каждый екі ряд сайын біз өстіп прибавка жасап отырамыз. Слишком созылып кетпес үшін кішкене тағы да жылжытып қоямыз. Себебі бір жіпке тартылып тұрса, арасы, петлялардың арасы созылып, жаман болып тұрады. Ол жерде мен сізге көрсетемін, аяғында қалай можно задекорировать дейді ғой, әдемі болып. Өстіп біздің петляларымыздың саны өсе береді. Біз тоқи береміз. Тек қана каждый екінші ряд сайын ұмытпаңыздар. Ой, мынау мына жерде жіпті қарап отырыңыздар, тартылып қалмасын. Көрдіңіз бе, менікі тартылып қалды. Бұндай кезде кішкене былай тартып жібересіздер арасын. Так. Мына жерде тағы да жылжытамыз алға қарай. Мына жер вообще тартылып қалды. Негізі 3 игламен де істеуге болатын еді. Просто біз ең басында 3 игламен бастадық, 3 петлямен бастағаннан кейін мен екі игольный декемен істеуге қажет болды. Енді мына жерде екінші грузикті ілеміз. Мына жерге.
мына жерде 32 болды. Біз бір прибавка жасадық. Өстіп грузикті жылжытып отырамыз, себебі бізге бос орын тартып тұрған қажет. Мына аяқ жағы, бас жағы мен аяқ жағы всегда бізде өстіп натяжениемен төмен тартып тұру керек, себебі петлялар шығып кетуі мүмкін. Бізге осы жағдай петлялар ұстап тұрады. Жай қарасақ, мына атпарыткен кезде мына не ғой, грузиктерін тартқан жіптер ғой, сол үшін аккуратно ілу керек. Көрдіңіз ба? Край осындай әдемі болып шығады. Бұны еще отпарить надо будет. Көрдіңіз ба? Край сөзді мына шеті бұралмай, мынау сияқты. Мынау бұралып кетіп отыр. Мына жерді біз біткеннен кейін крючокпен просто өтіп шығамыз. Мына қалған жері өстіп қалады. Бұны соң атпарыткеннен кейін, тоқ болғаннан кейін, мысалы бүйтіп, мында узелок жасап қойсаңыз, өте сәнді көрінеді. Осылай, осы күйінде. Енді осы ұзындықты тоқи береміз. Бізге, мысалы, қазір бізде 10, 20, 30, 40, 48 петля іске қосылуда. Тағы да примерно осындай хотите, мысалы, осындай ұзындық болсын десеңіздер, тағы да қоса береміз. Енді мына жерде біз каждый 4-ші рядта қосып отырамыз. Неге десеңіз, себебі біздікі 3 бұрыш болмас үшін, кішкене жаңағы ұзындау болу үшін біз 4 ряд сайын прибавка жасаймыз. Бұл 90-ші рядта. Осы жерде біз біздің немізде жазып қоямыз. 90-ші рядта біз через каждый ден 2 рядтан қысқарттық, қостық. Келесі біз симметричный арғы жағын тоққан кезде біз уже жаңағы қоспаймыз, қысқартамыз ғой. Сол себепті біз қазір 90-ші ряд тоқимыз. 1, 2, 3, 4 осы жерде қосамыз. Каждый 4-ші рядта. Бұл біздің орамалымыздың кеңдеу болғанына әсер етеді.
Мен керек ұзындыққа дейін тоқып болдым. Енді кері қарай кетіп жатырмын. Кері қарай қалай петляларды қысқартамыз, соны көрсетемін. Негізі біз 90 рядқа қатарға дейін каждый 2 қатар сайын қосып отырдық. Содан кейін ары қарай каждый 4 қатар сайын қосып отырдық. Біз сол бұрышына дейін мен тоқып шықтым да, енді кері қарай болып жатырмын. Егер сізге түсініксіз болса, осы сәт қараңыз, біз 90 қатар тоқыдық. 90 қатарда біз каждый 2 рядтан қосып отырсақ, сонда біз 45 петля қостық. Біз бастапқы 45 петляны қалдырып қоямыз да, соған дейін каждый 4 қатар сайын азайтып отырамыз. Мен мына жерде 1, 2, 3, 4 міне 45 қалдырып қойдым. Мына 10 петляны мен қазір қалай қысқарту керек екенін көрсетемін. Каждый 4 петля сайын. Мен уже қысқарттым. Енді декерді аламыз. 2 петляны шығарамыз. Шығарамызда біреуін мынаған, екіншісін жаңағы шыққан петляға екеуін кіргіземіз. Енді 4 қатар тоқимыз. Тағы да шығарамыз. Міне 2 декер ғой. Біреусін алдыңғы неге, біреусін тағы да былай итеріп кигіземіз. Қолымызбен көмектесеміз. Тағы да 4 қатар. Менің штатив сынайын деп тұр екен. Так, қазір 1 минут мен сізге көрсетіп жіберсем. Тағы да міне соңғы 2 петляны декерға шешіп аламыз. Шешіп алдық. 1 петляны жаңағы 3-ші петляға инеге саламыз да, қалғанын қолымызбен көмектесеміз. Міне. Тағы да 4 қатар. Грузымызды жылжытып қоямыз. Соңғы бізде 4-ші қатардың соңғы петлясы, кейін біз каждый 2-ші петля сайын убавка жасап отырамыз. Каждый 2-ші петля сайын, 2-ші қатар сайын. Осылай до конца 3 игла қалғанша өстіп әр 2-ші петля сайын азайтып отырамыз. Бізде 3 петля қалды. Груз кіргіземіз.
Тартамыз. Кәдімгідей әдіспен жаба берсек ештеңе қылмайды. Болды. Жүнімізді үземіз. Біздің орамалымыз дайын. Обязательно үтік басып отпаривать етеміз. Қазір мен отпарю, потом конечный тоқта көрсетемін. Мына жерде көрдіңіздер, тоқылған кезде, машинкамен тоқылғанда бір плюсы, петелердің бәрі бірдей болып шығады. Петелердің бәрі бірдей, әдемі, ровно, тегіс шығады. Мен қазір бұны отпарю, потом манекенге киіп көрсетемін. Бізде мына нәтиже болды. Өте керемет, тегіс, әдемі орамал болды. Бұл өстіп қалдырса да болады негізі. Осындай орамал иыққа жапқанға, не болмаса мойынға жапқанға. Негізі өстіп қалдыра салса болады. Бірақ крючокпен бір өткізсеңіздер болады. Мысалы мында номер 3 или 3,5 крючокпен столбик без накида или полу столбикпен өтіп шықса керемет болады. Сол кезде мына бітіп айналып кетпейтін болады да. Шаға жеттері көрдіңіздер, айналып кетіп жатыр. Не болмаса өстіп қалдырсаңыздар болады. Егер мысалы биіктігі мындай үлкен болсын десеңіз, онда жаңағы 90 петля деп 90 қатар жасадық қой басында, 2-2, соны 120-ға көтерсеңіз болады. Сол кезде сіздің орамалыңыз кәдімгідей үлкен орамал болады. Міне осындай орамал тоқыдық сіздермен. 1 сағаттың ішінде осындай орамал тоқуға болады. Егер сізде мында вязальный машинаңыз болса, өте оңай тоқылу процесс өте оңай. Тек қана мұқият петелер шығып кетпес үшін қарап отырсаңыз өте әдемі болады. Мына кончиктағы жіптерді ине жіппен өзіңіздер заправить етіп, немесе крючокпен алып тастаса болады. Мынандай түйін жасап қойсаңыздар өте оригиналды көрінеді, ерекше көрінеді. Мына жерді мысалы сіз жаңағы моншақтармен безендіріп қойсаңыз әп-әдемі орамал болады. Мойынға жапқанға жұп-жұқа, жып-жылы. Мынау где-то бір 30-40 грамдық қана болып шықты. Себебі жіптің өзі жаңағы жұқа болғандықтан көп кеткен жоқ. Менің парақшама тіркеліп тұрыңыздар. Үнемі осындай мастер-класс түсіруге тырысамын. Қош сау болыңыздар.